Ай, басым, ё-моё, достар, полицейский қуасың ба сен мені аяққа не үшін шақырдың, ё-моё? Ема, мынау деген түрме ғой сонда, сен мені соттайын деп отырсың ба, түсінбедім. Сако, ё-моё, құма, сен мені тыңдабасай алдымен, сен қайдаған соттаған, ё-моё, просто сен көмегің керек болып отыр, ешкім сені соттайын деп жатқан жоқ, тыңда мен дұрыстап, ё-моё. Ал жарайды, ал сонда не дейсің, ё-моё, шошып кеттім ғой, бәсе мен неге түрмеге шақырып жатыр, в общем, неге алып кеттім мына жаққа машинамен деп түсінбей қалдым ғой, ё-моё, шоштың ғой, айт давай ал. В общем, короче, Сако, сен бізді тыңда бері, сен көмегің бізге өте қатты керек болып отыр, мына түрменің ішінде қазір бар ғой, в общем деген капец болып отыр. Ішіндегі заключенныйлар тоңқан кәдімгідей, сол түрменің ішіне бізге ремонт жасап берсең, біз саған өте қуанышты болып алғысымызды білдіретін едік. Просто сен көмегің керек болып отыр. Түрме деген іші суық, іші быт-шыт болып отыр. Сол үшін давай бізге көмектесші, Сако. Ё-моё, еще бұлар менен нагло келіп көмек сұрайды екен. Ё-моё, не істейміз? Так, давайте, ал сен күте тұр, полицейский, мен қазір подписчигіме амандасып жіберейін. Бәріне сәлем достар, сіздерменен бірге мен Сако. В общем, бүгін біздерде Майнкрафтта осындай бірдеме болып отыр. Мен үйде ұйықтап жатсам, мен осындай полицейский келіп осындай түрмеге алып кеткен болатын. Енді қазір мен, в общем, не істерімді білмей жатырмын. Енді қазір полицейский айтады, біздің, в общем, мына түрменің ішіндегі заключенный, яғни түрмеде отқан адамдарға ремонт істеп берсең, ішіне саған ақша береміз дейді. Айтпақшы, ақша бересіңдер ма, бермейсіңдер ма, өзім мен соны түсінбедім. Сако, конечно, береміз ғой, ё-моё, ақша деген, ты чё, өлтіреміз ғой ондай деген, ема, Сако. Ё-моё, ақша бересіңдер ма, бермейсіңдер ма? Ема, қолымда мен $100 ма? Ема, мынау в натуре қарандарсай $100 ғой, айбый. Все, мен келсем, ё-моё, чё там, не жұмыс, қандай жұмыс істеп тастайын ба, ё-моё. В общем, мынаның ішінде дедім ғой, я. Так, давай онда кіре береміз. Ема, мына түрменің қарандарсай, кәдімгідей. Мынау деген есігі бүйтіп ашылып жабылады. В общем, мынау деген темір болып тұр ғой, конкретно. Так, давайте, в общем, онда достар, қазір біздер мына түрмені іші ремонттап тастайық. Енді міне мына жақта есік жауып тастайық. Ё-моё, жаппай кеткен ғой, мына жақта заключенныйлар отыра ма, сондай ғой. Міне бізде бір заключенный отыр. Заключенный, чё там, қалың қалай? Нервыма тиме, братчики, ё-моё, мен түрмеде отқанмен да білесің ба, сен көтінді әріп тастаймын ка, мен мына түрме деген, в общем, чухат етпеймін мен ішіне, ремонт жасамай қойықтым ба? Сен деген қуасың ба, ё-моё, саған ішіне кіріп по-любому ремонт жасау керек ішіне. Мен деген ақша төлеп қойған, маған то есть ақша төлеп қойған еще бұяққа. Мынау қуама бір бәле ғой. Короче, достар, біздер енді по-любому енді ішіне ремонт жасауға тура келеді. Не дегенмен бізге ақша беріп отыр. Енді мен осылайна бірінші рет жалпы негізі өйстіп ақшаға ремонт жасап жатырмын, бірақ енді сонда да жасап көретін боламыз. Енді мені қазір жителдердің ауылынан, өшім мен ауылымнан алып кеткен болатын мені қазір өйстіп. Ал қазір мен қолымда болса осындай $100 ақшаны көп беріп қойды маған. Енді қазір біздер ішіне кіріп ремонт істеп болған соң, енді мен үйге қайтып жителерге көмектесем деген ойдамын. Так, мына жақта что-то басқа да житель тұр ғой, басқа ауылдың жителдері, бірақ та олар маған аса қатты қызық емес. Мына жақта түрменің ішінде отқан жителдер отыр екен. По-моему, бұларға бір жаза берді ғой деймін, наказание ма сөйтіп, в общем, түрмеге отырғызып қойған сияқты. Ал давайте достар, біздер қазір енді ремонт жасай беретін боламыз осы түрмеде отқан адамдарға. Егер де достар өздерін осындай түрмеге отырғыларың келмесе, давайте лайктарыңды басып каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. Ал короче, біздер қазір ремонт жасай беретін боламыз. Алдымен мынау бізде түрме, мынау бізде екінші этаж. В общем, давайте біздер қазір мына жаққа шыға беретін боламыз. Мына жақта бізде түрмедегі адамдар баскетбол ойнап келіп осылай ойнап мына жақта демалады екен. Ал давайте енді қазір біздер болсақ осы түрменің сыртын қарап өттік. Жалпы осы түрменің сырты өзі жақсы жасалған екен, бірақ ішіндегі түрмеде отыратын адамдардың жері шіріп жатыр екен. Енді шыны керек, мына жақта жителдер күзетіп отырады, түрмедегілер қаш кетпесін деп төрт жақтан күзеттер. Ал давайте енді қазір болса біздер, в общем, давайте барамыз да ремонт істеп тастайтын боламыз. Міне бізде бірінші камераға кіреміз. В общем, давай-ка көп сөйлемеймін, мен ремонт жасайтын болам. Ал жарайды, ал братишка, істетін болсаң істеші ал ремонтты, ё-моё, давай тездетіп істеші, қатып қалдым мұнда, ё-моё. Все, жарайды, болды. Қазір мен сізге ремонт істеп беретін болам. Так,
Давайте енді қазір біздер бүйтіп қоямыз, бүйтіп қойып мына нені жауып тастайық. Фук короче жауып тастадық. Міне енді қазір бұл бізде заключенный мына жерден шығып кете алмайды. Бұл түрмеде отырған адам. Ал давайте енді қазір біздер мына сандықтың ішінен заттар алатын боламыз. Давайте біздер мынаны салып қойық. Айбай, мына жақта уже ремонтқа заттардың бәрі дайын тұр екен. Давайте біздер мынаны бүйтіп қойып қояйық. Ал менде қазір гейм мод бар, және де біздер сондықтан өйсіп бір-бірден алып алатын боламыз. Бұлар бізге смело жетеді. Ал қазір енді мына жақта бізде терезенің орнына решетка тұр екен. Мына жақта да решеткалар өте көп, бірақ та бұл решеткадан суық өтсе, енді мына заключенныйлар ауырып қалады, яғни. Бірақ олар не дегенмен заключенный болғанмен де олар адам ғой. Сондықтан давайте біздер алдымен мына решеткалар сындырып тастап, біздер қазір осындай терезе қоятын боламыз. Сосын осы терезеден суық өтпейтін болады. Сосын заключенныйлар нормально жүретін болады да, ауырмай кашпен, зато өз үйінде жүргенде болады. Давайте енді біздер қазір мына стеналар шіріп жатыр, бізде мусор болып, сол үшін біздер мынандай тастан жасалған әдемі қалың кірпіш жасап қоямыз. Осындай тастан жасалған кірпіш, оны қойған жағдайда, жителдер қалайсыңдар, чё там, ё-моё, кешіріңдер, мен аяқты в общем ремонт істеп жатырмын. Қазір тез істеп тастауға тырысатын боламын. В общем, қазір енді біздер мына жақты істеп тастайтын боламыз. Сосын біздерде осы түрмеде отқан адамдар бізге айбай лава тұр ғой мына жақта, жауып тастаймыз бүйтіп. Сосын короче біздерге мына түрмеде отқан адамдар рахмет айтатын болады. Мынаның іші қазір суық кәдімгідей, өздері сезетін болады. Потом іші жылығанын, и потом маған рахмет айтып жататын болады түні бойы. В общем, давайте біздер мынаны бүйтіп салып жауып тастайтын боламыз. Және де достар, видео ұнаған жағдайда міндетті түрде лайктарында басып, арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. Сосын мен сіздерге өте керемет видеолар шығарып тұруды, в общем, күнде видео шығарып тұрам. Так, бүйтіп, в общем, бүйтіп, давайте біздер стекло қойып тастайық. Бұл бізде бронированный стекло. Бұл стеклодан біздерде заключенныйлар никак қаша алмайтын болады. Давайте біздер бүйтіп қоямыз, короче. Бүйтіп қойып тастаймыз да, мына сыртынан істейік, а то бізде ол қазір ішіне шығып кетіп жүрсе, заключенный қашып кетсе, тоже опасно болады. Потом, в общем, маған ұрсады ғой мына жақта адамдар, қайда қарап үшіне деп ше. В общем, давайте онда біздер бүйтіп қояйық. Фук. Осылайнан, и осылай, және де бүйтіп қоямыз, и, короче, бүйтеміз. Сосын мына жақты да, в общем, бүйтетін боламыз. Міне, бағанағы түрме әдемі ма, или мынау түрі әдемі ма? Чё там достар, бағалап кетіңдер. Маған жалпы қазіргісі ұнап қалды. Решеткадан гөрі қазір терезе тұр. Решеткада мың есе жақсы деп ойлаймын. Мына жаққа да терезені қойып тастайық. Давайте бүйтіп. Міне жалпы достар, енді бағанағы түрмеден гөрі осы ішінде ремонт жасалған түрі жалпы өте керемет деп ойлаймын өзім. Өздерің қалай ойлайсыңдар, комментарийға жазып кетіңдер. Давайте біздер енді мына ескі төсектерді алып тастайтын боламыз, және де оның орнына осындай мынандай өте әдемі керемет төсек қойып тастайтын боламыз. Короче, мына жаққа бар ғой, бір тастан қойып қоямыз. Тасқа отырып бүйтіп қолын жуады, и потом мына жаққа, в общем, жоқ, тасты мына жаққа емес, ойлан, қайда қойсам болады? Сандықтың үстіне қойып қояйық бүйтіп. Міне мына жаққа 2 сағат қойып қоямыз, потом өздері сағатты қарап, сосын ойлана алады, потом түрмеде неше уақыт отқандарын, және де не үшін отқандарын өздерін ойланып, не үшін істедім деп, в общем, ойланатын болады достар. Қалай ойлайсыңдар, жалпы ремонт ұнады ма? Комментарийға жазып кетуді ұмытпаңдар. Что-то мені сырттағы полицейский да күтіп қалған сияқты. Давайте енді біздер қазір мына жаққа да ремонт істеп тастайық, өте әдемілеп, дерзкі қылып. Так, мынандайларды алып тастап, оның орнына осындай тастан жасалған кірпіш қойып тастайтын боламыз. Бүйтеміз, короче, общем, бізде түрменің ремонты дерзкі өтіп жатыр деген ойдамын. Жалпы өздерің қалай ойлайсыңдар? Себебі мынандай ақшаға енді бәрін істеуге болады. В общем, ауылға барамыз да енді жителдерді қуантатын боламыз, жителдерге керекті заттарын, тамағын бәрін алып беретін боламыз. Енді олар біздерде өте мәз болады деген ойдамын. Давайте біздер енді бүйтіп қойып тастайтын боламыз. В общем, міне қараңдар. Енді мынау бізде екінші камера. Екінші камерада тоже заключенный бар екен. Давайте біздер онымен көп сөйлеспей,
церемониться етпей, короче, общем мына жақта істеп тастайық қазір. Бірақ та мына жерде істейтін аса қатты түк жоқ. Давайте біздер решеткаларды алып тастаймыз. Решетканың орнына кәдімгі терезе қоятын боламыз. А то решеткада что-то білмеймін, бір андай қызықсыз болып қала ма, бір түрлі бола ма, в общем бір түрлі болады әйтеуір. Маған ұнамайды жалпы решетка, сондықтан оның орнына біздер қазір терезе қойып кететін боламыз. Осылайнан әдемілеп тұрып терезелер қойып кетеміз. Осылайнан, және де шетке тұрып аламыз да бүйтіп қойып қоямыз. Жалпы қарап өтіңдер өздерін, маған ремонт өте қатты ұнап жатыр. Решетканың орнына өйстіп терезе тұрса өте әдемі көрінеді, және заключенныйларда өте жылы жүретін болады. Енді мына екеуін істедім мен, маған екеуін істе деген болатын. Енді в общем даже екеуіне мына жаққа да ремонтты істеп тастаған болатынмын. Жалпы ремонттың бағасын беріп кетуді ұмытпаңдар. Все жақсы, полицейский, давайте мен қайттым үйіме құрсын, ё-моё. В общем достар, енді өздерің көріп тұрсыңдар, мен ремонтты дерзкі қылып бітірген болатынмын. Енді потом келіп істейміз ба, тағы да ремонт көретін боламыз. Енді өздерің лайктарыңды басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. Сіздерменен болған бірге мен Сако, сіздермен қоштаспаймын. Келесі көріскенше деймін, давайте.